Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай керемет 20 минутта дайын болатын, ауызда еритін жұп-жұмсақ сүзбелі печенье дайындайтын боламыз. Арнама тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Менде мұнда ұн, мен алдын ала електен өткізіп алдым. Үстіне қант, разрыхлитель және ванилин салып араластырамыз. Құрғақ қоспаларымызды араластырып біріктіріп алған соң, май салып жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз. Крошкамыздың үстіне келесі кезекте қаймағымызды саламыз және де 2 дана жұмыртқаның сары уызын салып, қамырымызды елеп аламыз. Құрметті қыз келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, өте керемет қамыр пайда болды. Енді оны салафанға салып, 20 минут холодильникке қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сүзбе қажет болады, және қант, және бір жұмыртқа, және де осындай жүгері крахмалы қажет болады. Барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Егер де сіздерде блендер болмаған жағдайда, вилканың көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып алсаңыздар болады. Міне осымен салмамыз дайын. Енді қамырды алып, печеньелерімізді жасауға кірісеміз. Қамырды теңде 2 бөлікке бөліп ұзынша етіп аламыз. Көз мөлшерімен бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Менде жобамен 30 шақты печенье шықты. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай кішкене бөлшектерге бөліп, осылай домалақтап аламыз. Қамырларымызды тым қатты үлкен емес, тым кішкентай емес, орташа етіп бөліп аламыз. Міне мен барлығын дайындап алдым. Енді бетін жауып, бір-бірден алып, печеньелерімізді жасайтын боламыз. Осы жерде қамырға кішкене ұн сеуіп жібереміз. Оқтаудың көмегімен домалақ етіп жаямыз. Осы печеньенің рецебін төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Мінекей осы жерде пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Және де осы жерде салмасын салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай астын міндетті түрде бекітеміз. Сол кезде салмамыз шығып кетпейтін болады. Және де осылай үшбұрыштап жинап шығатын боламыз. Енді астыңғы бөлігін қысып біріктіреміз, сонда біздің салмамыз шығып кетпейтін болады. Мінекей осындай печеньемізге форма дайындап шығамыз. Енді сіздерге жақыннан көрсететін боламын тағы да біреуін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай кішкене ұн сеуіп, қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Қамырымызды біркелкі етіп жайып болғаннан кейін, міне көріп тұрғандарыңыздай ортасынан кесіп салмамызды салып, міндетті түрде астын біріктіреміз. Және де осылай үшбұрыштап печеньеміздің формасын шығарамыз. Енді астын осылай бір-біріне біріктіріп, осындай тюльпан формасын шығаратын боламыз. Барлық печеньелерімізді дайындап алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 190 градус пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей осымен топ-томпақ печеньелеріміз пісіп шықты. Осындай сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша керемет болып шығады. Дәмі өте керемет печеньені міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.